Баршаңызға сәлем. Балаңыз 6 айдан асқан болса, тамақпен таныстыруды бастаңыз. Ең алғашқы берілетін тағамдардың ішінен біреуін бүгін сіздерге жасап көрсететін боламын. Ең алдымен тауықтың фаршын аламыз. Фаршты бірнеше рет қайта өткізіп жібергеніңіз жөн болады. Болмаса блендерден әбден езіп аласыз. Фарштың үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз, майды ертіп құямыз. Зелен балаңыз қаламайтын болса, салудың қажеті жоқ. Мен бұл жерде укроп салдым, петрушка, өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Әрі қарай әбден араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыз да болады. Сосын арнайы мешочекқа саламыз. Сосиска формасын келтіру үшін, егер мешочек жоқ болса, таза салафанға салып, осындай сосиска формасына келтіреміз. Тақтайға пергамент қағазын төседім. Үстіне сосиска формасын осылай келтіріп шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыз. Каналды қолдау мақсатында лайк басып, пікір жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бәрін тізіп жасап болған соң, тоңазытқышқа шамамен 2 сағатқа, 3 сағатқа қалдырасыз. Мұздап шығады, бәрін салфанға салып, қайтадан тоңазытқышқа сақтасаңыз болады. Керек кезінде алып қолдана бересіз. Пісіру жолы қайнап тұрған суға өзіңізге керек мөлшерді алып, 20 минут, 15 минут көлемінде жай отта қайнатып пісіріп аласыз. Сосын балаға суытып ұсына бересіз. Біздің мақсатымыз баланы тойдыру емес, тамақпен таныстыру. Сол себепті баланың алдына қойып, өз еркінен беріңіз.